Сәлеметсіздер ме, ханымдар? Бүгін бізде кекс рецептісі. Өте тез, жылдам және оңай жасалатын рецептпен бөлісемін. Бізге керегі 200 мл айран, 200 грамм қант, 100 мл сұйық май, 2 шай қасық қопсытқыш, тосап, 200 грамм ұн және 3 жұмыртқа. Ең алдымен біз ыдысқа айранды құйып аламыз. Айранның үстінен 3 жұмыртқаны саламыз. Қантты саламыз. Сұйық майды құямыз. Араластырамыз. Венчикпен, шанышқымен араластырсаңыз болады. Егер де миксеріңіз болса, миксермен де араластыруға болады. Қалауыңызша. Содан кейін қалауыңызша 2 шай қасық тосап салсаңыз болады. Егер қаламасаңыз, оны салмай-ақ қойыңыз. Келесі ұнды саламыз. Қопсытқышты саламыз және жақсылап араластырамыз. Біздің кексіміздің қамыры дайын болды. Дайын болған қамырды алдын ала дайындап қойған кекс пісіретін формаға құйып аламыз. Кексті 170 градуста ысып тұрған пеште 40-60 минут аралығында пісіреміз. Мінекей, біздің кексіміз дайын. Кексті әркім өз қалауынша безендіруге болады.
Біздің кексіміз өте жұмсақ, борпылдақ болып піседі. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған бақыт.